Assalamu alaikum. Hurmetli bауырлар, бүгінгі айтатын мәселе зайырлық қоғам тұтастығының кепілі. Бұл жайында әрине әлемде 113 мемлекет елде зайырлық қоғам тұтастығын ұстайды. Соның ішінде біздің Қазақстанда енді осы барлық діндер бар әрине. Буддизм, христиан, ислам, бұл діндердің барлығыне заң бірдей әрине. Сондықтан біздің бұл тұтастық, татулықтың белгісі, және де қазіргі таңда міне Қазақстан елімізде барлық діндер бір-бірлерімен жақсы қарым-қатынаста әрине. Ол тұтастық сол заңменен шешілген бұл мәселе. Сол тұрғыдан біз айтатын мәселе бұл дінімізде де пайғамбарымыздың хадистеріне келеді. Өзге діндермен де жақсы қарым-қатынаста болуға шақырған дініміз. Себебі басқа діндердің де олардың да құқықтары бар өзінің, олардың да өздерінің наным сенімдері бар. Соларға сай біз олардың да наным сенімдеріне біз өзге діннің өкілдеріменен де татулы және ынтымақты болуға дінімізде шақырған. Сондықтан да мынау зайырлық бұл елге, қоғамымызға оның пайдасы әрине көп. Дін мемлекеттен бөлек, ал мемлекет дінге араласпайды деген бұл заңымызда бар. Әрине бұл да болса татулықтың белгісі шығар. Әзір қоғамда қаншама Қазақстан елінде қанша діндер болса да бәрі де тату-тәтті сыйласып, елімізде тыныштық, бейбітшіліктің көрінісі табылып жатыр. Ол да сол зайырлықтың белгілері болып есептеледі. Алла Тағала баршаларымыздан разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.